Саламатсыздар балалар? Саламатсыздар. Балалар, сіздерге тәжірибе жасау ұнай ма? Иә. Бүгін біздер балалар тәжірибе жасайтын боламыз. Қазір сіздерге мен жұмбақ жасырамын. Жұмбақтың жауабымен біздің тәжірибеміз байланысты болады балалар. Өзі ащы, дәмді еттер асты. Ол не балалар? Тұз, жарайсыңдар балалар. Тұздың түсі қандай болады балалар? Ақ болады, иә? Ал дәмі қандай болады? Ащы болады балалар, ащы болады екен, иә? Бүгінгі біздің балалар тәжірибеміздің тақырыбы сиқырлы тұз деп аталады. Ал енді алдымызға балаларына тұзы бар ыдысымызды алайық. Ала қойыңдар. Балалар, құралдармен таныспай кетейікші, иә? Алдымызда қандай құралдар бар? Айтайықшы бәріміз бірге. Тұз, сосын су, сосын картоп бар, сосын қасық, сосын желім, дұрыс, сосын қысқыш, иә? Қысқыш деп атаймыз, сосын үлкейткіш, әйнегі балалар, иә? Үлкейткіш, әйнегі. Иә. Сосын балалар, қылғалам, иә? Қылғалам. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, қолымызға қасықты алайық. Бірге қасықты алайық. Қолымызға қасықты алып қояйық. Енді алдымызға тұзы бар ыдысымызды алып, бір қасық қана алдымыздағы ыдысымызға салайық балалар. Алдыңғы ыдысқа сала қойыңдар. Жарайсыңдар. Енді қасығымызды орнына қоямыз. Қасықты орнына қоя қойыңдар. Енді келесі балалар құралымыз қысқыш. Иә, қысқыш. Енді осы қысқышпен кішкене ғана тұзымызды алып, келесі қолымызға балалар үлкейткіш әйнегін аламыз. Аяна ала үлкейткіш әйнегін аламыз. Ал жақындатып қарайықшы балалар. Не көріп тұрып? Иә, қандай екен балалар? Иә, тұзымыздың кішкентай болды ма, үлкен болды ма балалар? Үлкен, иә, қиыршық болды, иә балалар? Тұзымыз қиыршық болды балалар. Енді жайлап қоямыз. Қараңдар. Қиыршық болды, иә? Қояйық. Үлкейткіш әйнегімізді құралдарымызды қоя қойып балалар. Жарайсыңдар. Енді келесі балалар біздің тәсіліміз. Алдымызда суды ала қойыңдар. Суды ала қойыңдар. Аяла суға тұзымды сала қойып. Алиха сен де сала қой. Аяна сен салмай тұра тұр, иә? Айраса сен де салма. Алиха сала. Сал. Болды. Енді қасықтарды қоя қойыңдар. Енді балалар қазір қараңдар міне. Су не істеді балалар? Еріді ма? Иә, суымыз, тұзымыз еріп кетті, иә? Балалар суға тұзымызды салып болса, картопымызды сала қойайық. Жібере қояйық. Не істеді балалар? Картопымыз судың түбіне батты ма, батқан жоқ па? Батқан жоқ, иә балалар. Не үшін батқан жоқ балалар? Себебі, онда не салдық біздер балалар? Тұз салдық, иә, жарайсыңдар. Ал енді Аяна мен Ерасыл картопты алып суға сала қойыңдар. Картопты ала қойыңдар. Картопты ала қойып. Картопты екеуін ала қойыңдар. Енді суға сала қойыңдар. Сала қой, Ерасыл. Не істеді балалар? Батты ма? Батты ма, батқан жоқ па? Батып кетті балалар, батып кетті суымыз, картопымыз суымызға батып кетті, иә балалар? Бұл балалар, ал енді балалар, қолдарына қылғаламды ала қойыңдар. Балалар, сіздерге мен қағаз бердім, иә? Қағаздың түсі қандай? Сары екен балалар. Ал біздің балалар күніміз қандай болады? Күн. Күніміз сары болады балалар. Бұрын ертеде балалар күнді тұзбен байланыстырған екен балалар. Сол себепті қазір біздер қағазымызға күннің бейнесін саламыз. Е балалар, мына желім арқылы сала қойыңдар, желім арқылы. Ал балалар күннің бейнесін жасап болса, қолдарына тарелкадегі тұзды ала қойыңдар. Күннің бейнесіне жабыстыра қойыңдар балалар. Себе қойыңдар, қолдарымен алып. Жарайсың Аяла. Ал балалар, ненің бейнесін салдыңыздар? Күннің бейнесі, иә? Күннің түсі қандай екен балалар? Иә, сары екен. Ал сіздерге тәжірибе ұнады ма балалар бүгінгі? Иә. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі тәжірибеге өте жақсы қатыстыңыздар.